погибших Кәне, айтыңызшы. не озвучили. А почему не Ассалаумағалейкум, озвучили? қазақ елі. Гораздо Мен азаматтық больше. белсенді Гораздо Атимбай больше Бауыржан, көше баласы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа үндеу. Это же Қасым-Жомарт, жазықсыз қан төктіңдер, талай жанның қабырғасын сөктіңдер, жау болдыңдар, өз халқыңа оқ атып, кінәсіз талай жанды абақтыға қаматып, көз жасына қалдыңдар, ата-анасын зарлатып, өз халқыңа террорист деп кінартып, жүрегетті жалған-жалаң бара жатыр сыздатып, тоқтат енді талай қанды арқалама, жетер енді өз халқыңды азаптама, ұмытпа жауап берер күн барын Алла алдында. Қазақ едік дұшпанды жазалайтын, қазақ едік өз халқын ешқашан қиналмайтын, әскері өз халқына оқтарын жаудырмайтын, бұл күндері әскер шықты өз халқын жаралайтын. Алыстан алаш десе аттанамын, қазақпын қазақ десе мақтанамын, болғанда әкем қазақ шешем қазақ, мен неге қазақтықтан сақтанамын. Ерлігіңді мақтан етсін ел бүгін, белге байлап тәуекелдің белдігін, белсенділер ақиқатты айтпаса, ойлаушы еді сенен басқа елдігім, өткізсе де өз өмірін шерменен, белсенділер ел үшін терлеген, қазағым деп белін буған ерлерді құзғын билік босатыңдар түрмеден. Иә, қазақ елі күш бірлікте, біз біріксек біз алмайтын қамал жоқ, сондықтан әр қазақ менің бауырым, әр қазақ менің жалғызым деп бірігейік. Қазақ елі бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарайық, бөлінгенді бөрірейік, бөлінбейік. Қазақ елі іштен шыққан жау жаман, балық басынан шірейді. Осылай біздің жаудың бәріне жоғары жақта отыр, қазақты қазақ сындырып жатыр, басқа ешкім сындырып жатқан жоқ. Сондықтан форма киген бауырларыма айтарым, менттер, ұят бар ма сендерде, неге қорған болмайсыңдар ел жерге, бұл қазақтан не жамандық көрдіңдер, қойсаңдар тиіспеңдер халыққа. Менттер, жетер енді тоқтаңдар, халық байғұс жасап жүр ғой жоқтан бар, бейбақ елді қинай бермей одан да, жемқорлар мен сатқындарды соттаңдар. Собырлар, жүректерің тас болар, еріккеннен жүрген жоқ қой басқалар, белсенділерді сендер ұрып соқсаңдар, бұл қазаққа не істемейді басқалар. Қиын емес дарағасы батқаны, қиын емес абақтыға жапқаны, маған қиын осылардың бәрінен өз еліңнің иттері үріп қапқаны. Сондықтан бауырларым, ауыз біршілікте болайық, сендер де қазақтың баласыңдар, биліктің құлы болмай, халықтың ұлы болыңдар. Алға қазақ елі.